Ассалаумағалейкум пойыз сүйер қауым. Сіздермен бірге мен Айдос, сол Айдос. Бүгін бізде жаңа шығарылым. Бұл жолы бізде Көкшетау, Қызылорда. Өткен шығарылым көрген боласыңыздар, сол кезде айтқан болатын, Көкшетау, Қызылордадан түсіремін деп. Сол шығарылымды түсіріп болып тұрғаным қазір мінекей бірінші жолға келеді деп жатыр. Бүгін 26 наурыз түнгі 1. Яғни екі пойызды бір күнде түсіріп тұрмын, бірақ енді екеуін бөлек-бөлек шығарамын, екеуін араластырмай. Қазір пойыз жайлы ақпараттар айтатын боламын. Асықпай келсін. Өзі де келатыр. Алыстан, асықпай. Бұл пойыз Көкшетаудан келатыр. Яғни Астанадан келатқан пойыз бұл да. Түсініктілме айтса, Астанадан Қызылордаға баратыр. Ал сіздер жаңа ғана көрген, мен жаңа ғана түсірген пойыз, яғни бұның алдындағы шығарылым Қызылордадан Астанаға барадыр. Қызылордадан Петропавлға деген ғой. 76-шы пойыз. Ұнап жатса, енді қолдап аяқ кетейік, көріп кетейік. Қолдауларыңыз маңызды ғой. Айтпақшы, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын баршаңыздың. Осы оразада бір-біріңізге жақындасып, қолдап сөйтіп жүрейік. Жақсы ниет қой, ең бастысы. Бізде енді Астанадан келетін пойыз дегесін енді күтіп алушылар көп. Білмеймін мен. Қызылордаға енді пойызбен көп бармайды. Қызылордаға пойызбен бару деген ұзақ қой. 5 сағат па, 6 сағат па жүреді қателеспесем. Қызылордаға пойызбен. Машинамен 3 сағатта барасыз ғой. Келіп жатыр. Айта кетерлік жайт, бұл пойыз Қазақстан темір жолына қарамайды, яғни Номадос компаниясының пойызы. Жекеменшік компанияның пойызы, яғни. Жалпы, бұның алдында айтқан болатын, жолаушылар тасымалында жалпы жекеменшік компанияға қарасты. Жалпы жекеменшік тасымалдаушылар арасында бұған дейін айтқан болатын, Арлан Трансасын айтқан болатын. Енді одан кейін бізде Номадос. Негізі бізден жүретін осы екеуі ғана. Бұған дейін Сарыарқа жүрді бізден. Басқа жекеменшік компаниялар жүрмейді олар. Бізден осы екі компания жүреді. Бірақ енді бәрібір бірінші орында осы Қазақстан темір жолының тасымалдаушы компаниясы, яғни жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы, Қазақстан темір жолына қатысты компания. Жалпы Қазақстан темір жолының компаниясы ғой, бірақ соның жолаушылар тасымалы бөлімі ғой. Қазақстан темір жолы енді үлкен компания ғой. Бүкіл Қазақстанның темір жол саласын қамтамасыз етеді ғой. Жолаушылар тасымалы соның бір бөлігі. Орысша айтсақ, пассажирский перевозки. Бұлар енді жекеменшік компания, жекеменшік тасымалдаушылар. Бұлардың енді өздерінің ұсыныстары, өздерінің талаптары бөлек, КТЖ-дан басқа. Сол себепті енді бұлардың вагондары да андай басқаша емес та, өздеріне сай вагондар бар, өздеріне сай бір вайттары бар десек болады. Бұған дейін мен Сарыарқамен неге міндім, Арлан Трансастанаға, яғни сол екеуін түсірдім. Көкшетауға бұйырса енді мінетін шығармын, бірақ енді ол пойызға бұған дейін мініп көргем, Астанаға барғам осы пойызбен. Бірақ енді бүгінгі шығарымда сыртын ғана көрсетіп қоямын, енді ішіне қарамаймын. Ал келді. Соңғы вагоннан бастап түсірейін, асықпай, жарай ма? Құрметті жолаушылар, номері 55 Көкшетау. Бізде соңғы вагон, санақ екінші вагондан басталып тұр бұл жерде. Кеттік, жылжиық. Мінекей логотипін көрсетіп жіберейін. Номадос жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Көрініп тұр ма логотип? Кеттік, жылжиық. Бізде неқта енді Астанадан келушілер деп айтсақ болады, жалпы пойызға мінушілерден қарағанда пойыздың түсушілері көп болып тұр. Енді өзім де білем,
жалпы Астанадан келетіндер негізі осы пойызға көп мінеді. Өйткені айтып тұрмын ғой, қолжетімділік бар да бұда. Бір билет тапшылығы деген болмайды да бұған ше. Астанаға любой уақытта бір билет іздейсіз. И осы пойыз бірден шығады да. Мысалы Петропавл пойызының кемшілігі ол күнара жүреді да. Бұда ондай жоқ та. Бұл күнде жүреді. И сіз билет іздейсіз Астанаға деп. И бірінші осы шығады ғой. Одан кейін қалай осыған мінбейсіз. Сол себепті осы пойыздың негізі Астанаға қатынайтын пойыздардың ішінде осы пойыздың жолаушылары өте көп. Өзім де мінгем. Андайда Қызылордаға жетпей уже вагондар босап кетеді. Шымкенттің өзінде мысалы вагондардың жартысы босап қалады десем болады. Мысалы жалпы енді ол пойыздардың визасы ғой, енді ешкім енді соңына дейін бармайды ғой, жолдан түсіп қалады, біреу мінеді дегендей. Бірақ енді Қызылордаға дейін толып бармайды да, Шымкенттен Түркістаннан түсіп қалады. Ал Түркістаннан былай Қызылордаға былай осы пойызға білмеймін, адамдар көп мінемейтін шығар. Өзім мысалы көп көрмедім. Вагондарын айтатын болсақ, вагондары енді ескі вагон екен көрініп тұр, бірақ енді ескі вагон болса да бұлар енді жаңартылған ескі вагондар. Яғни кондиционер істейді бұл вагондарда, қателеспесем. Сондай не естігем. Қазір алдарыңызда купе вагондар. Вагондарының өзі мысалы не да? Әдемі бір нақышта, кәдімгі күшті бір осы пойыздың андай түсінік тілмен айтсақ, вайбы күшті да. Ерекше вайб та, бір ескі емес, бір жаңа вагон емес, ескі емес, бір күшті вайб береді да. Сосын осы пойыз жақсы көремін. Сосын қолжетімділік. Бұйырса енді бір салыстырып көреміз енді қайсысы күштірек, бірақ енді бұл пойыздың да бір ерекше бір күшті бір вайбы бар да. Адам баурап алатын. Бұл жерде буфет вагон бар екен. Ресторан жоқ, буфет бар бірақ. Бұл да керемет. Сосын да Қарағандыда осыны түсірген болатын айтпақшы. Астанаға баратқан жайлы шығарымда Қарағандыда осыны түсірген мен. Түсіргенде жанына кеп қалды, сосын түсірдім осыны. Осы құрам ма? Осы құрам емес енді, басқа құрам шығар. Осы пойыз ғой. Номадас. Айта өтейін, пойыз кішкене кешік келді. Сол себепті тоқтау уақыт тоқтады. Ойбай, тоқтау уақыт қысқартылды. Адасып кеттім ғой. 11-ші вагон. Қызылордаға күшті. Негізі осы бұрын бір осы пойызға мінгендер біледі да. Негізі осы пойызда ше, мына шетте бір тақтайша болатын тұғын. Yani осы шетте где-то. Осы шетте Көкшетау Қызылорда деп бір тақтайша көріп тұратын тұғын. Типа андай пойыздың бағытын көрсетіп тұратын да. Бірақ ол тақтайшаларды кейін алып тастады. Білмеймін неге алып тастаған, бірақ сол тақтайшалардың өзі мысалы бір күшті бір вайб еді негізі ше. Бір ерекше андай бір типа Көкшетау Қызылорда деп андай көрсетіп тұратын не тұғын да. Бірақ алып тастады. Міне осы неде тұратын тұғын ғой. Мынау екі не міне. Тіреу. Сол ненің тіреуі тұғын ғой. Анау көрінбей жатыр. Көрінбеді мынау. Былайша көрініп тұр ма мындай камерамен? Міне ана екі тіреу. Анау камера қуды. Сол тақтайшаның тіреп қоятын тіреу тұғын. Жалпы пойыз жайлы не айтамыз енді? Пойыз жайлы айта берсек жақсы пойыз бұл. Мен ешқандай мысалы негатив айтпаймын, өйткені кезінде қанша міндім. Өзім де айтып отырмын. Мысалы былайша айтсақ, ешқандай бір пойызда жоқ, бір өздерінше бір ерекше вайб бар да бұл пойызда. Вот сол себепті мен осыны жақсы көремін да. Петропавлды жақсы көремін, Павлодарды жақсы көремін. Бірақ бұның бір вайбы бөлек та. Ана екеуінің вайбтары бөлек, бұның вайбы бөлек та. Бір ескі вагон емес, жаңа вагон емес, бір күшті бір әсер береді да. Жүреді дейді, жылжық басқа қарай. Бірақ енді жазда осыған мінсем болады еді, бірақ жазда енді басқа таңдау істеп көргім келеді, өйткені
Бұған дейін бұл пойызға мінгенсін, көргенсін, басқа пойыздарды көргім келіп тұр. Енді басқа нәрсені жегім келеді дегендей ғой. Басқа напиток ішкім келеді дегендей. Басқа нені тасымалдаушыны көргім келді да. Сөйтіп сарыарқаға қалдым. Одан кейін Наманысқа қалдым. Оны енді білесіздер, енді көргендер біледі ғой. Бірақ енді келесі бір сапар болып жатса, осыған аламын деген ой бар. Өйткені сіздерге бір осының бір вайпын түсіндіргім келеді. Қазір енді былай сыртын түсіріп қана былай бұл вайпты сезіне алмайсыздар. Ішіне кіріп, ішін бүйтіп несін атмосферасын көрсетсем түсінетін шығарсыздар. Сөздің ашығы бұның вайпы бөлек енді. Вайп деп қадалып қалдым ғой. Я на своем вайпе где-то летаю. Надо было. Кеттік баса жылжиық. Екінші жолға өтіп алдық, қазір сәлден кейін жүреді дейді. Екінші жолдың бұрысы андай жарық та. Бірінші жолда сәл қараңғылау болып тұр нерде. Жарық бар бірақ енді кадрға қараңғы болып ілініп тұр ана. Тепловоз. Билет бағасын айттым ба? Иә, билет бағасын негізі өткен шығарымда айтқам. 8.000 теңге және 12.000 теңге. Түркістаннан Астанаға дейін. Жоқ, 7.000 теңге. Ең арзан билет 7.000 теңге. Ал орташа билет, жалпы орташа ең қымбат дегендері 8.000, 12.000. Оны енді өткен шығарымда айтқам. Бұл шығарымда айта кетейін. Өзімді описание қалдырып қоям. Жалпы айтарымды айттым деп ойлаймын. Жалпы вайпты да айттық, вагонды да айттық, шансы да айттық. Бірақ енді қай жылдан бастап жүретінін білмеймін енді бұл пойыздың ше, шыны керек. Өйткені мен кішкентай кезімнен білемін осы пойызды. 5 жасар кезімнен білетінім осы пойыз ше. Білмеймін. Кішкентай кезімнен пойызға қызықпадым да қатты, бірақ есімде бір қалған бір пойыз бар да, екі-ақ пойызды есімде қалған да кішкентай кезімнен ше. Маңғыстау, Алматы мен осы пойыз есімде қалған кішкентай кезімде. Мінгесін ба, или бір андай танымал пойыз болғасын ба, әйтеуір. Есімде қалған пойыздардың мысалы көбісі мысалы кейіннен есімде келіп білдік қой енді. Бірақ енді кішкентай кезімнен білетін осы Көкшетау Қызылорда мен Маңғыстаудың қалғандарын енді кейіннен білдік қой енді, есімде. Осы транскрипт бастағалы біліп кетір қой енді оның бәрін. Айтпашы, транскрипттің басталуына да осы пойыз себеп екен негізі. Сені бір историяны айтып жіберейінші онда, иә. 2018-ден басталды негізі. Ол 2018-де мен Астанаға барғам қыдырып. Сол кезде мен осы пойызға мінгем. Оларда да қайтады да. И сол кезде осы пойызға басталды негізі. Пойызға қызығушылық деген жалпы теміржол әлеміне, пойыздар әлеміне қызығушылық деген осы пойыздан басталған. 2018-де басталды. Одан кейін 2019-да сүруді бастадық. 2019-дың январында бастадым сүруді. Енді историясын айтып машып кетті демеңіздер енді. Просто осы пойызда қатысы бар болғасын айтып отқан ғой. Осы пойызда қатысы бар. Осы пойызда қатысы бар болғасын айтып отқан ғой енді. Не ойлаққанымызда мынау неғып машып кетті, анау-мынау деп. Ал қатып жүрген деп отыр енді. Енді не айтамыз? Видео соңына тамамдап қалды, қазір жүреді. Видео соңына таман өзімнің көрермендеріме, барша оқырмандарға, Көкшетауға, Қызылордаға, Астана болсын. В общем, бүкіл Қазақстанға жалынды сәлем. Оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Сол айтарым. Қазір пойыз жүреді, жүргенін түсіреміз, шығарып саламыз, сонымен қайтамыз үйге. Сосын үйге барып біртіндеп шығарамыз ғой. Ал жолдарыңыз болсын. Мен жерді желдіріліп кетті ғой. Вагондан қалаңыздар шту.
кеткен әдемі, ә? Вагондар ескі болғасын енді көмір жағады да енді. Жақсы.